Ассалаумағалейкум достар! Бүгін міне сіздермен бірге құрметті көрермендер Алатау серілері тобы осындай YouTube арнасына сіздермен сұхбаттасқанды жөн көрдік. Неге десеңіздер, біз әлі үлкен бір биік шыңдарға шыққан жоқпыз, дегенмен де Аллаға шүкір біртіндеп жігіттер болып бірге жұмыс атқарып, осы қазақтың дәстүрлі өнерін биікке көтеріп, біраз жерлерде өзіміздің өнерімізді көрсетіп жүрген жайымыз бар. Сондықтан да біздерге көп сұрақтар қояды. Instagram желісінде, Facebook желісінде, былай өмірде де көріп қалғанда көп сұрақтар қояды. Кейбір кісілер танып жатады, алғысын білдіріп, батасын беріп жатады. Сондықтан да сіздерге осы YouTube арна арқылы сіздерге сол сұрақтарға жауап бергенді жөн санап отырмыз. Енді біз бірінші есімдерімізді айтып танысайық. Енді мен топтың ең кішкентайымын. Мен өзімді ең соңынан таныстырам. Мен кенжесімін. Сондықтан да біздің топтың жетекшісі осы жігіт. Қазір өзі атын, есімін барлығын өзі үлкеніміз осы жігіт. Өзіңіз бір ауыз танысып өтіңіз. Жасұлан Қазақ, иә? Осы топқа енді жетекшілік өздерің ұсынғаннан кейін бәріміз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, мінекей осындай белеске жетіп отырмыз. Жаңа ғибрат дұрыс айтып отыр. Біздің әлі алар асуларымыз алда. Біздің өнердің әрбір сатысынан өтіп келе жатырмыз. Енді бастап, мінекей сол себептен осы YouTube каналына біз өзіміз шынайы, риясыз, шын көңілмен, шын пейілменен отырып сіздермен жақында сұхбат беруді жөн көрдік. Шынымен де көкейге түйілген сұрақтар көп. Оны ешқай жерде көп айта да бермейміз, көп шығара да бермейміз. Сол себептен сіздермен осылай жақын етене қоян қолдық тығыз байланыста болғанды жөн көрдік. Енді әрі қарай біртіндеп таныса берейік жігіттер. Көрермендер білсін, есімдері кім бұл жігіттердің. Не айтамын мен? Қалған сұрақтарды қай жақтан екенін, қай жылғыларың екенін қазір сұрақтардың ортасында жеке-жеке жауап бере береміз. Ал? Менің атымда Жасұлан, бірақ Менен кейінгі Жасұлан. Жәкеңнен кейінгі Жасұлан. Ақ Жасұлан. Мен Сақайыппын, бірақ мен қазақ емеспін. Ақ Жасұлан. Сақайып деген фамилия сіздерге таныс шығар. Бұл кісінің атасы деген Сақайып атақты кезінде қай жылдары? Палуан болған. Үлкен Азия чемпионы болған деп қойсайшы. Азия чемпионы. Енді бәрімізде осы топта қазақтың өнерін, қазақтың жаңағы дәстүрлі әндерін жаңаша бір бағытта болғанда да несін жеткізу мақсатымыз осы Алатау серілерінің. Жалпы негізінде жаңаша бағыт дегенде де бір әнді бұзып, бір несін жүнжұрқасын шығарып емес, мәтінін өзгертіп, әуенін бұзу емес. Біз қалай үйрендік, солай жеткізіп жатырмыз. Халқымның қара өлеңін шекпен жау өзіне қайтадан қайтарамын деген сияқты ғой енді. Бірақ көркемдеп, әспеттеп, заманауи тұрғыда жеткізу біздің мақсатымыз. Дұрыс айтасыз. Енді рұқсат болса қазір бір-бір танып шығайық жігіттермен ағарай. Жас бойынша. Содан кейін. Жас бойынша танысамыз ба? Салмақ бойынша Менің атым Рауан. Маған байланысты сұрақтарыңыз болса, серілерге байланысты сұрақтарыңыз болса, айтып отырыңыздар, барлығына жауап береміз. Енді өзім таныстыр жерін арқай ұзарта беремін. Мен есімім Қуаныш Алтыбаев. Осы топтың бой жағынан ең кенжесімін. Оңтүстік Қазақстан облысы, Киелі Түркістанның тумасы болам. Қасымда отырған жігітті білесіздер. Дәстүрдің хит әншісі, сол өзін таныстырсын, менің ақ құрдасым. Ассалаумағалейкум, менің есімім Азат Дулатұлы. Не деймін енді? Осы серілерге қосылып, бір топ, бір жанұя, ағайын, бауыр болып ақырындап келе жатқан жайымыз бар. Енді ар жағын мақсатымызды түсіндіріп өтті деп ойлаймын, ағаларымыз. Енді құрметті көрермендер, сіздер ойлап қалмаңыздар, бұл жігіттер неге бір-бір қолдарына телефон ұстап алып отыр деп ойламаңыздар. Біз шыны керек әрқайсымыз Инстаграмда, қазір Инстаграм парақшасында, Facebook парақшасында тікелей эфирде отырмыз. Қазір сол кісілердің біраз сұрақтарына жауап береміз. Ол кісілерде жауабын алса осы жерден алады. YouTube арнасынан да кейіннен қайталап көре алады. Сол мақсатта. Енді мен өзім таныстырсам, мен бағана айттым.
мен ең кенжемін, бірақ бой жағынан ең үлкені менмін, ақсақалы менмін бой жағынан. Салмақ жағынан да, ой жағынан да, бой жағынан да. ой жағынан. Менің есімім Ғибрат, әкемнің аты Қорғанбек. Дұрыс қой. Енді жаңағы жігіттер айтып жатыр. Біз жалпы біздің топтың бағыты, біз әнді бір құрту не емес, бағана Жәкең өзі жақсы керемет жеткізді деп ойлаймын. Енді бірден біз қазір сұрақтарға көшейік жігіттер. Кеше біз былай қылдық, кеше Инстаграм желісіне салғанбыз. Алатау серілеріне көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз деп, сондықтан да Инстаграм желісінен мынандай сұрақтар келіпті. Сұрақтарға көшейік. Әлеке Қайратұлы атты тыңдарманымыз мынандай сұрақ қойған екен. Алатау серілерінің құрылуы және де қалай бас қосты, бірге оқығансыздар ма, қалай өзі дейді. Енді бұл сұраққа құрылуын айтып кеттіңдер енді, Жәкең. Жоқ, былай қылайық. Алатау серілерінің құрылуын біреумен жауап берейік. Иә. Бас қосуы да сол ғой, бірақ. Жәке, өзіңіз айтып кетіңіз. Жәке, шоудың жетекші өзі жауап беріңіз. Негізі біздің топтың құрылғанына бір жылдан астам болып қалды. Иә. Бір жастан асты десек те болады. Енді жігіттер жалпы өзі үшеуміз Темірбек Қараұлы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясынан бітірсек, үшеуміз қазақтың ұлттық Құрманғазы атындағы консерваториясын бітірген жігіттер. Қара шаңырақтан. Үшеуміз де солай келіп аппыз ғой, негізінде былай ойлаған жоқпыз. Негізінде құрметті көрермендер, өйтіп бөлінеміз деп ойлаған жоқпыз. Бөлінгенде бөрі жейді, біздің ұстаған мақсатымыз. Біз бөлінбейміз, біз таза қазақтармыз. Тек оқыған Рауан, Азат, мен шынымен де Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында 2 жастан және Қуаныш бізде Жүргенов атындағы академиясында. Бірақ солайынан киініп алып. Мен енді міне осы бүгін мен де жаңа байқап тұрмын. Жақсы, ол жақсылықтың нышаны. Енді құрылуын толық айттыңыз ба? Негізі құрылуы жалпы баста жігіттердің өздерінің ойында болған негізі. Басында Алатау деп құрылмақшы болған. Кейін біздің басымызды бір жиын концертке бір жырды тыңдатты. Содан кейін осыны бәрін қосылып айта аласыңдар ма деді. Содан жыр болмайды деп қосылып айтады. Не бар деп сөйдеді. Сосын Молдабайдың әні, Молдабайдың әні ғой. Молдабайдың әнін айттық. Бәріміз сен шық деп ортаға атып суырылып сөйтіп айтып тастадық. Жетеуміз шыға қалдық. Сол моментте, сол сәтте, Содан бері әлі біргеміз. Содан бері осы жігіттер осы беттерінен тайма деген сияқты сол жерде бір мақтаулар болып кетті. Негізі сол жалпы себеп мақсат орта құрған сол театр. Алатау дәстүрлі өнер театры, сол жер. Қазақстанда Бұған дейін айтыпшы бәріміз жеке-жеке жүрдік қой. Ары бері әнші болып жеке мысалы. Қатты араласпай бір-біріміз былай танимыз тұлға ретінде, әнші ретінде, бірақ бүйтіп қазіргідей емес. Қатты араласқан жоқ. бізді Театрымыз біріктірген орта. сол Қара шаңырақ дәстүрлі өнер театры. Шыны керек Қазақстанда тұңғыш рет ашылған театрдың осы Алатау серілері бірінші осы жерде қызметкерлер, бірінші әншілер болып саналады. Сондықтан Алла бұйырса тарихты жасайтын біз жастарға сенеміз дейді. Осы жастар сондықтан Алатау серілеріне қолдау көрсетіп, қазір эфирден сұрақ қойып отырыңыздар. Енді жаңа аты жайында көп ойландық қой негізінде. Ат қою жағынан. Негізі бізде басында көп варианттар болды ғой, сол қызықтарды айтайық. 7 сері болғанбыз негізі біз. Сол 8 серіде қоямыз. 8 серіде қоймақшы болды. 7 серіде. Енді келесі сұраққа көшейік жігіттер. Кешек уақыт. Анара 65-59 деп есімін жазған екен. Сол кісі былай деп сұрақ қойыпты. Сәлеметсіз бе? Өздеріңіздің концерттеріңіз қашан болады? Жеке концерт сұрап отқан көрінеді. Мен асыға күтем деп осайынан жіберіпті. Рахмет, Алла разы болсын. Енді жеке концерт жөнінде шыны керек ойда бар, бірақ енді жеке концерт беретіндей бір ондай жағдайға жеткен жоқпыз деп ойлаймыз. Алда қанша біздің өнер жолындағы ұстаздарымыз бар, ағаларымыз бар, олардың өзі концерт бере алмай жүр. Сондықтан да бірінші сол кісілерден аттамайық. Сол кісілердің сәл деңгейіне ұстаздан шәкірт
демекші сол кісілердің Ол да болып сәл қалуы мүмкін. бел ортасына да Алла жетсек қаласа. сол кезде құдай қаласа жеке концертімізді беріп жатармыз деген ойдамыз. Негізі достар, ол концерттің жалпы сұраныста болсақ, игіліктің ерте кеш жоқ дейді. Оны келесі жылы берсек те, биыл берсек те дей тұрғанмен біздің өзіміздің де алға қойған жоспарларымыз бар, жігіттердің мақсаттарымыз бар, біздің бейнебаян жасауымыз керек, әлі де біраз әндер бар, тың дүниелер, тың әндер бар, соларды шығарып ел ықыласына белшеден батқан кезде сондай бір халық ықыласының орта бермеген кезде концерт беруге болады. Жәке екеуміз концерт бердік қой. Білеміз жеке концерт. Ол саналмайды ол. Саналмайды. Концертті қалай беру керек екенін білеміз ғой деймін де. Енді былай деп жазыпты, маған мына жерде бір қызық сұрақ келіп тұр жігіттер. Қандай қызық. Қойшы. Алуа Ақберді есім тыңдарманымыз жазған екен. Сіздердегі анау Чимкентский Қуаныш деген жігіт күшті, жаман сынып жүрмін дейді. Қуаныштың Қуаныштың бұл жерде басы бос па деген сұрақ қой. Қуаныш микрофонды өзің жауап бер. Ал жауап бер, жігіт болсаң жауап бер. мына жақта эфирге де жауап берейін, жалпы мына стай тұрыңыз. Қоғылыш кетті. Мұндай сұрақ. Рахмет, өнеріміз бағаларыңа. Чимкентский деген, енді Чимкенттеміз шын мәнінде, Түркістан облысында туылған. Жігіттер осы жақын арада 29 күні, августтың 29 күні осы Алатау Серлер Түркістанға жетпей Төркүл деген ауылда концерт берді. Ел ондай форматты көрмеген, әлем дауысы деп шулап жатыр, мынандай дауысты көрмегім деп. Сондықтан бұл Алатау Серлерінде оңтүстіктің жігіті болсам да оңтүстікке апардым. Рахмет. Басым бос. Тезірек үйлену керек. Қуаныш Алтыбаев деп жазсаңыз мені тауып аласыздар. Басы бос екен. Мында бір тағы бір сұрақ келіп тұр. Бізде так Оспанова төменгі сызықша әдемі есімді тыңдарманымыз. Былай деп, аккаунт есі. Қалайсыздар? Жақсымыз. Өлеңдеріңізді қайдан тыңдасақ болады? Тірідей қанатында. Өте орынды сұрақ. Әдемі ханым. Өте көп қойылатын сұрақ жігіттер. Шынымен байқайсыздар ма? Өте көп. Бізде енді шыны керек, біз енді кез келген тойда болсын, кез келген сахнада болсын, кез келген жерде болсын, біз тірі дауыста, жанды дауыста айтамыз. Сондықтан да біздерде енді арнайы запистеріміз алдыда бар, құдай қаласа, бірақ олар осы 1-2 күннің енді дайындалып жатыр. Бұл енді YouTube каналының арнасына шығам дегенге дейінде ол әндер шығып кетуі мүмкін. Осы алдағы 2-3 күнде құдай қаласа біздің арнайы осы тыңдармандарға осы көлігімізде болсын, үйде болсын, телефонымызда болсын тыңдап жүрейікші деген тыңдармандарымызға арнайы әндер жазып, сол әндерді осы әлеуметтік желілерге салатын боламыз. Енді Қуаныш, сіздің инстаграмыңызда көп сұрақтар келіп отқан сияқтысыз. Менде де бар. Жалпы осы сұрақ қызықтырып тұрды, мына сері жігіттер ғой күшті келді дейді. Мархаба қызы Алуа дейді. Мархаба қызы Алуа, серлікке дейін не істеп жүр едіңіздер жалпы дейді. Сұрақ істеген. Серлікке дейін, Серлікке дейін енді барлығымыз Алатау өнер театрында дәстүрлі әнші болып жұмыс істедік, жеке орындаушы болып. Өйткені біреуміз Жүргеновті бітірсек, біреуміз Құрманғазатта Қазақ ұлттық консерваторияның дәстүрлі мамандығын бітіріп, барлығымыз сол театрға жұмысқа кірдік. Сол жерде біреу Сыр өңірінің, біреу Арқа өңірінің, біреу Жетіс өңірінің, біреуі жаңағы Батыс өңірінің әншілері болып жұмыс істедік. Содан сол Алатау өнер театрында Алатау серлері болып құрылып, қазіргі таңда міне топпен алтауымыз ән айтып жүрген жайымыз бар. Серлікке дейін жалпы алтауымыз 6 түрлі әнші осы. Бізде жалпы толық келсеміз ғой енді осы дұрыс па? Серлікке дейін расымен де жеке орындаушы болып. Сұрақ қателеу ғой деймін. Сұрақты или дұрыс қабылдамай тұрмыз. жоқ. Серлерге дейін ба? Жоқ, серлік құрғанға дейін. Міне осыны айтқым келген менде. Енді бұл кісінің айтқысы келгені осы Алатау серлері тобы болып жүргенге дейін не істедіңіздер деген мақсат қойдым. Неге жауап бергеніңізді сұрап. Енді серлікке дейін Рауан өзі айтып өтті барлығын. Сұраққа бізде қанағаттанамыз, бізде толық қосыламыз. Келесі сұрақ, Жәке, өзіңізге сұрақ келіп жатқан сияқты. Айка Қарабаева деп кеше жазып жүрген ғой, енді ана не жаздық қой кеше.
инстаграмға жарияладық қой, соған сұрақ жазған. қойыңыздар. Не деген сондай күшсіздер дейді. Сосын кейін кім семейге келесіздер ма дейді, тағы бір. Болды ма? Семейге қашан келесіздер дейді. Қазақстанға Бойдақтар араларыңызда бар ма дейді содан. Енді Семей қаласына біз 2 рет барып келдік, тағы да келесіздер ма деген екен. Алла қаласа. Алла қаласа, неге бармасқа? Шығыс Қазақстан бізге қатты ұнайды. Неге десеңіздер, біздің жігіттердің тең жартысы Алғашқы гастрольдік сапар сол жақта басталды. Ал ең алғашқы міне, ең алғашқы гастрольдік сапар Тұсауымыз кесілді сол жақта. Абай ауданы, бірінші Абай ауданы Арқат ауылында жеке концерт, ең алғашқы, сол жерде жеке концерт бердік. Одан кейін Абай ауданының өзінде, Абай Сапқозында болдық. Жақсы Енді нәрсе. былай Алла Өте қаласа. керемет әсер алдық. Жалпы негізінде сол ырымдап бардық қой негізінде. Негізі- Абай ауылынан бастайық, Абай жерінен бастайық деп кезінде елбасымыздың өзі де сол президент болатын алдында бат алу үшін бат алу үшін Шәкір әбенов атамыздан арнайы сол Абай еліне барған екен. барып бат алған екен деген сияқты сондай ырымдарменен барып жақсы, Аллаға шүкір. Бастамамыз жаман емес қой жігіттер. Ғұмырлы болайық деген Иә. ниетпен. сұрақ өте керемет. Енді екінші сұрақ бізде Бойдақ. араларында бойдақтар бар ма Бойдақтар, деді. иә. Ал бойдақтарың болса, қайратындас қой жасыратын болса, айтыңдар жасырамыз деп. Жасырмайтын болсаңдар айтыңдар. Мен бойдақпын. Қыздар. Ортада отырған 3 жігіт бойдақ. Бойдақпыз. Үшеуміз бойдақ. Бұйырса Көп сөйлемей ақ қойып. жолдарын береді. Сұрақтар біздер косяктағыларымыз. Жолдарын берсін сендер. Енді тағы да Концертке кірмей. жаңағы саған қойған қарындасым тағы да маған да қойып жүріп, сәлеметсіздер ме, өздеріңіз концерттеріңіз қашан болады деп. Содан кейін тағы бір қарындасым, Гүлзира деген қарындас. Молодцы, алға братым деп жазып жүрді. Жеке өзіңізге ғой бұл. Өзіме жазып жүрді. Именно сізге. Мен парақшам маған жазған ғой. Ал мынандай қызықты сұрақ келіпті. Сіз оқисыз ба? Енді тағы бір сұрақтар бар екен. Жалпы енді көп басым бөлігін енді тойында көргісі келетін адамдардың ойы шығар деген ойдамыз енді. Мирас Оразалин, астыңызшы Оразалин. Тойға 5 ән айту үшін неше аласыздар? Керемет екен топтарыңыз деп жазып жүрді. Рахмет. Рахмет. Мирас. Алла разы болсын. Бірақ енді тойға қанша алатынымызды біз айтпаймыз. Біз жастар ақсайық та. Айтпаймыз. Ол оны Оқасын деп. Мирас енді бұны Хабарласасыз. иә арнайы жеке парақшаға жекеге шықсаңыздар сол жерде сілтемеде номерлар тұр. Сол жерден шығып Хабарласасыздар дейсіз. Сіз смотря сіз кімге шығасыз? Алтауымызға жеке-жеке шығасыз, алтау алты түрлі баға айтады. Иә, сондықтан да біреуіне папада ең арзаны кім айтады, соған папада істетсеңіз, онда сол бағаға барамыз. Маған хабарласыңдар. Бізде шыны керек айтып өтейік, шынымен серьезно. Бізде енді арнайы бір қатып қалған баға жоқ. Біз енді айтып тұрық қой, таза доллар жатып көтеріп иә. Біз таза өнер үшін жүрміз. Жәке, сенің сөзің бар ғой, көк қағаздың деп қалай айтады? Айтшы. енді жалпы көк қағаздың құны емес, халқымның қошеметі қымбат дейміз. Біз осыны және де осы мақалды сосын бөлінгенді бөрі жейді деген сондай бір қағидаларды ұстанамыз. Жақсы қағидалар деп ойлаймыз. Сонымен бізден жігіттер қарап тұрсаңыздар, мінекей алғыс айтқан жігіт тыңдарман достарымыз Мақсат Рахип те мықты жасай беріңдер бауырлар деп жазып жүрді. Сонан кейін араларында кім Кальян шегет деп Ол құпия болып қалсын. Жоқ. оны бұл жерде енді правила бұл жерде адамның барлығы идеал емес қой. Иә, қымызды кім ішпейді, қызға кім қарамайды деген әңгіме болып тұр ғой бұл жерде. Сондықтан да жоқ енді кальян дегенде қазақшасы қорқор ғой. Жоқ, менде бір суреттер бар. 25-ші жылы Ташкентте ақын жазушылардың өзінің бірі сол жерде демалғаннан бір ой сергіткеннен бір сөйтіп қорқорлатып отырғаны бар екен. Жазушыға еліктейтін болып тұрсыз ғой аға. Сондай бір нәрсе болып тұр ғой енді. Жоқ, енді арасында бар. Мен айтайын енді арасында өзімді мойындайын, иә. Арасында бар. біздің жеке өмірімізде де кәдімгі біз де солайдан жүргіміз, демалғымыз келеді десең. Қызық сұрақ ше. Аружан Нижний Правил дейді, Кәрібай деген қыз бізге қазір прямой эфирден сұрақ қойып жатыр да. Сіздерге Нантиуан тобы ұнай ма? Сіздердің негізгі жалпы мақсаттарыңыз қандай еді?
осы ауыр сұрақ. деген сұраққа бір-бірден ұнайды ұнамайды деп жауап берейікші. Давай. жоқ ол ұнай ма ұнамайды қысқаша бір 91 тобы ұнайды болғанда стиль нелері кюп-поп жанры жалпы ұнамайды маған, бірақ өнерлері әндері о жағынан претензиям жоқ, өте ұнайды. Әндері де дауыстары да өзімізді айтып жүрміз ғой, шыны керек. Бірақ енді жаңағы кюп-поп жанры именно жаңағы құлақ тесу, шаш бояу еркекке жат нәрсе деп ойлаймын. негізгі бәрінің көкейіндегі жалпы өнердегі бәрі өнерді сыйлайды, олар құрметтейді, біледі. Бірақ бұл жерде бір нәрсені бұзып тұрған енді Стиль ғой. бағыт. Стиль деген бағыт қой. Иә, жанрды кіргізіп жатқан солар, енді оған дауым жоқ. Бірақ сыртқы келбет, ол яғни шаш бояу, сырға тағу, тағы да біраз енді әндерінің сөздерін қарапияр ретінде боқтық сөзге бұрмалауы солай болып естілетіні, артынан келіп ақталғанда осындай еді, негізі осылай естіліп қапты деген сияқты, ондайлар дұрыс емес әрине. Бірақ дей тұрған менен мықты билейді, сөз жоқ. Дауыстық вокалдық данилар мықты, ол сөз жоқ. Ол енді өнердің жаны құштарлық, өнердің жауы іштарлық дейді. Ол біз жалпы осы халық әнін айттық екен, біздікіден басқасының бәрі дұрыс емес деген нәрсе емес. Біз бәрін тыңдаймыз. Мысалы, операны да тыңдаймыз. Мысалы үшін, анау Паваротиден бастап жігіттер Рэпті да тыңдаймыз. Рэпті да бәрін. Классикадан кімдер бар? Кейін келіп отқан, мысалы үшін, Бачели, Лара Паваротти, Фабиано, Димаш бар дейсің ғой. Димаш бар өзіміздің. Ондай жанрлардың бәрін тыңдаймыз. Рэпті мысалы Ерботты тыңдаймыз. Ондайлардың эстрададан жалпы бәріне хабардармыз, тыңдаймыз. Енді аға буындарды құлағымызға жата жастана тыңдап өскен адамдармыз ғой. Енді өзіміздің қатарымыздағылар қазіргі ел ықыласына бөлініп жүрген. Көбісінің не көкей болуы мүмкін, осы сендер эстрададан тыңдайсыңдар ма деген, мойындайсыңдар ма деген кейбір сұрақтар болып қалды. Осы қалай? Көп ондай. Жоқ, әрине. Төреғали, Қайрат, Нұрболат, Әбдіжаппар, көп әншілер. Өзіміздің өнердегі бауырларымыз өнерлеріне ризамыз. Қуандық бар. Шабайдар. Қуандық өзіміздің бірге дәстүрлерді бітірген. Онда қалай салсаң да қорғасын деп балқып жүре беретін әнші ғой. Иә. Сол Келесі сұрақ жоқ па? Енді жаңа бізде сұрақ қойған қонағымыз, біз тыңдарманымыз бізге екі сұрақ қойды негізінде. 91 тобы ұнайды ма, және де Алатау серілерінің ұстанған мақсаты қандай деді. Енді жалпы 91 тобы жайлы айтып кетті Азат пен Жасынан. Мен мақсатыны, негізі мақсат жаңа біріншісінде айтылды. Біздің мақсат осы дәстүрлі әнді жалпы. Көбісі ойлайды, дәстүрлі әншілер сахнада тұрады, домбырасымен ән айтады да сахнадан кетіп қалады. Халық жине алмайды, көрермен жине алмайды. Былайша айтқанда қазіргі қоғамды қызықтыра алмайды деген сондай бір өте бір нашар бір ой қалыптасқан. Иә? Халықта болғанда енді бәріне көпке топырақ шашуға болмайды. Басым көпшілігі жастарда. Сондықтан да біз жас болғаннан кейін өзіміз оның үстіне Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы біздің патшамыз жастар жылы деп осы 2019-да табыстайтын кезде айтып жариялап бергеннен кейін біз сол мақсатта дәстүрлі әнді, дәстүрлі әнде де бар ғой, не бір ойнақ әндер, сол әндерді жастардың істейінде жеткізіп жүрміз. Біз екі адамның болса да, үш адамның болса да құлағына дәстүрлі ән деген осы екен ғой деген ой қалдырсақ, соның өзі бізге жетістік, жеңіс, абырой. Сол сен жаңағы сұраққа кетейін. Негізінде жаңағы біздің әндерімізде би бар, онан кейін бір орында тұрып жаңағы дәстүрлі әнді айтқанда биіміз бар, жұлқынып нететініміз бар. Соның бәрі негізі біз аспаннан алған жоқпыз. Бұл дәстүрлі өнерде негізінде бұл бұрыннан қалыптасқан дүниеде. Өйткені ана жәрмеңкеде деген ойнап жүріп, билеп жүріп, бір өзі бір театр болған ғой, бір әншінің өзі. Шашубайлар, Нартайлар, ол аспаннан алынған дүние емес. Билеп жүріп, цирк өнерін көрсетіп жүріп. Сондықтан соны біз қайтадан жаңғыртып жатырық десек те, ол артық емес.
Иә. Дұрыс айтады. Дұрыс Дұрыс айттың ба, дұрыс айтпадың ба? Енді мына жақта мынандай бір қызық сұрақ келіп тұр жігіттер. Айсұлу төменгі сызықша 8705 деген тыңдарманымыз мынандай сұрақ қой, аккаунт иесі. Кім еріншек, кім пысық және де топпен жұмыс жасау қаншалықты қиындық тудырады дейді. Өтті. Азат жоқ, былай қылшы, Азат жауап берсінші. Азат жауап. Айсұлу араларында ең пысығы мен енді. ерінбейді. Мен ғой пысығы. Өз жауап берсін болды қой. Сұрағында ұмыт қалғансың ғой. Өзің қандай екенін айтшы. Мен айта алмаймын ғой өзімді. Адам өз-өзін айту негізі қиын. Өз басым сондаймын мен. Өз-өзімді жамандағаннан басқа айта алмаймын. Еңбекқорлығым аздау енді. Мойындаймын. Ұйықтап қаламын. Мынандай негізі жоқ ол. Жас болғаннан кейін, бойдақ болғаннан кейін енді оятатын ешкім жоқ шығар, содан кейін ұйықтап қалатын шығар. Соткасының көбісі дыбыссыз режимде қалып қояды, содан кейін шығар. Ал негізі ортамыздағы енді көп салалы музыкант, әнші бала. Даблды да ойнайды, шаңқобызды да ойнайды, гарлау пианинода ойнайды, домбыра, күйші өзі. Әнші. Орындаушы, әнші, мен үшін әншісің. Иә. Ана критика өтетіп отыратын Азат бізде. Жоқ, бәріміз сондаймыз негізі. Селлер деген сол ғой. Иә, дұрыс. Енді дұрыс. Жаңа сұраққа өте мен иә, жаңа Айсұлу деген енді бізге маған әпке болады, сіздерге қарындас болады шығар, замандас. Айсұлу ханымға айтайық, негізі сұрақ өте орынды да. Араларыңызда кім пысық, кім жалқау деді. Содан кейін қаншалықты қиындық тудырады деді. Енді шыны керек, біз бәріміз жалқаумыз. Егер біз пысық болсақ, біз сондай бір жатпай тұрмай бір өте қатты пысық адам болатын болсақ, біз негізі баста біз мына дүниені бастап кетуші едік. Біздің жалқаулығымыздың кесірінен біраз өсінер кейде жасай алмай қалады, кейде бір-бірімізге ренжіп жатамыз, кейде бір-бірімізден ашуға салып жатамыз. Бірақ біз топты құрған кезде бір-бірімізге осы алты жігіт серт бердік. Біз қаншалықты ашуға салсақ та, бір-бірімізге ауыр сөз айтып қойсақ та, ол тек жұмыс басымен, жігіттер. Ол тек жұмыс басымен, қалған жеке басымызға ешқандай әңгіме айтпаймыз. Сол бірақ енді андасында пысықтығымыз ұстап кететіні бар. Оны айтып қоюға бүйтіп бөліп тонымызды отқа жақпаймыз негізі. Өкпеге қиысақ та өзімді қимаймыз. Азат бірдеңе айтам дейді. Қазақстанда көп топтарды көрсеңіз, 5 топ, 4 топ, 3 топта 6-3 адам. Өйткені қиын топпен 2 адамның өзі басы сесу қиын. Қазақстанда бірінші рет 6 адам болып, оның үстіне қазақтың дәстүрлерінде бұндай 6 әншінің бірігіп айтқан болмаған. Сондықтан бұл жаңалық десек те болады сіздерге. Сондықтан топпен жұмыс жасау шүкір бізді қазақтың осы дәстүрлі өнері, халықтың қошеметі біріктіріп тұр. Мен де соны айтайын дегенім ғой. Мына топтың жалпы жаңа мақсаты қиын деп жатырмыз ғой. Бірақ неге біз өстіп топпен айтып жүрміз? Өйткені бәріміз де жеке-жеке әнші болдық қой, өзіміз жеке тұлға, жеке әнші болдық. Бірақ халықтың қошеметін көрдік қой жігіттер. Сол халыққа шынымен өтіп тұрмыз ғой. Ән айтсақ, алақандарына ұстап, жігіттер жарайсыңдар, серлерім деп тұрғаннан кейін әлі жүрміз деп ойлаймын мен. Ары қарай шығармашылықпен айналысып, ары қарай жоспарлар құрып болашаққа болады екен жасауға. Көрдік, содан кейін жүрміз деп ойлаймын. Әйтпесе еріншекпіз бәріміз де. Азат жігіттер, бір сұрақ Жәкең оқысын. келесі сұраққа кезек берейік. Осымен енді көптеген сұрақтар келіп отыр жігіттер. Жәке, осы сұрақпен сонымен сұхбатымызды тәмамдаймыз ғой. Осы соңғы сұрақ болсын. Қайтадан жаңа. Өте сұрақтар өте көп келіп жатыр. Біз қарап отырып мына жерде. Өте сұрақтар, Алла разы болсын сіздерге. Ал соңғы сұрақ. Анар Бекеева деген қарындасымыздан келіпті. Продюсермен жұмыс істеу ойда бар ма депті. Өте біздің сұрақ. Енді біздің негізі өзіміздің атымтай жомарт дейді ғой. Сондай өзіміздің ағаларымыз бар. Біздің өнерімізге жампоз болып, өнерімізге жанашырлық білдіріп жүрген. Атағынан атыркөтін үлкен Қазақстанда белді Қамшы ұлттық порталы бар. Қамшы KZ тұрды. Соның басшысы Біләл Қуанышұлы деген ағамыз.
Біләл ағамыз жашасын. Сол кісі өзі арнайы қолдау көрсетіп, өзінің ағалық інеге деген ілтипаттарын білдіріп жүр. Ал бірақ бізді арнайы продюсермен контракты болу, ондай ешқандай жоқ. Және де Ондай болса, ұйықтап қалатындар қиын болады да. Сол үшін болдырмаймыз. Енді бізде Біләл аға ғой, енді ең бастысы Біләл ағамыз қазір бізге көп көмегін тигізіп жатыр. Иә, сосын өзіміздің сол Біләл аға арқылы осы өнердегі үлкен демеуші ағаларымыз бар. Сол кісілер достарымыз бар. қаржылай көмектеседі, иә. Достарымыз бар. Киімімізге, біздің аспаптарымызға деген сияқты достарымыз бар. Соның барлығы былай көмектесіп тұрады. Бірақ енді алдағы уақытта үлкен жобаны ұсынып жатса, иә, неге бас тартамыз? Бас тартпаймыз. Әрине. Иә. Ол да бір біз үшін белес болады. Иә. Сол себептен енді осы бір сұхбатты аяқтай келе бізден жақсы жаңалық күтіңіздер. Осы қыркүйек айының соңына қарай бізден тағы да сіздерге тосын сый болады. Сол кезде тағы да сіздерменен осылай эфирге шығып, тағы да сұхбатқа шығамыз. Жаңалымызбен бөлісеміз. Иә. Біздің қалған жаңалықтарды білу үшін Алатау төменгі сызықша серілер Instagram парақшасына тіркеліңіздер. Сол жерден толық мәлімет, толық мағлұмат аласыздар. Біздің күнделікті қайда не істеп жүргендерін сол жерден біліп отырасыздар. Тікелей өзіңіз шығасыздар. Аха, Жәкең айтқандай, тағы қыркүйек айының соңында тағы бір сұхбатқа сіздермен шығамыз. Бірақ біз жаңалықпен келеміз, сіздерден сүйінші сұраймыз. Сүйіншілеріңізді дайындап қойыңыздар. Келесі көріскенше аман Сау болыңыздар!